Assalamualaikum dostlar, sizlerle birlikte ben Bravo Fire. Және біз бүгін Сон Биби мен Эмзің төбелесін көретін боламыз. Бастаймыз енді. Міне өзіміздің Биби шығып келе жатыр, өзінің жаңа скинмен жаңадан шыққан. Міне автор лайк бас дейді. Міне өзіміздің Эмз осында жаңадан шыққан. Міне енді Камикадзе деген осы канал. Міне енді подписать етіңіздерші маған. Мына енді алыстан нормально екеуінде жеткілей. Мәссаған. Мен өзім бұны әлі көрмеген осы видеоны. Мәссаған. Енді ультасын қолдануға болатындығы. Міне Бибидің ультасын көрсеңіздер. Міне оныкі елес сияқты. Міне енді оғының алыстығы жеңіпті. Өйткені бұл жерде Бежник пен Даниктің төбелесі ғой. Ал енді ультасын алыстығына енді Биби жеңіп бұл жол точно. Оны ше ұзын деп ойлаймын енді. Енді осы кезде атакасының кеңдігі. Ал енді келесі қандай раунд ол? Енді ортасының кеңдігі. Бұл жер енді әмізді. Енді перезарядка. Енді өздеріңіз де білетін шығарсыз аланы. Қараңыздар. Енді Биби екен өзіңіздер де білесіздер. Өйткені Бибидің перезарядкасы жақсы. Міне енді әміз. Енді бұл әмізға өзім баяу. Мен өзім бұны тестер жеткем. Міне енді почти 6 секундта тоқтады бүкіл оғын. Ал бетікі болса 2 секундта егер байқасаңыздар. Енді ультасын толтырудан. Биби енді 1, 2, 3 ұдардан. Және де 2 секундта. Демек әмізді қазір толтырады деген өзінің ультасын. Қанша секундта екен белгісіз. Міне енді қарасақ 1-9 секундта. Ал Бибитікі 2-5. Міне соған жаңа енді роботтарын толтыру. Енді роботтарды мен өзім білем, Биби тез толтырады. Вообще 1 секунд болмай жатыр. 0-7. Енді Эмс көрейік енді бұны. 0-6. Мен осы раундта Биби жеңеді деп ойладым кәдімгідей. Міне енді мен ортасын толтыру. Міне енді осыдан Биби жеңеді. Өйткені уже осы канал туралы барлығын білем. Енді Эмс. Қабай деп ортаға айтам. Енді тағы ортасын толтыру. Бибиттікі вообще 1 секунд болмай жетті, 6 секунд болмады. 200 миллисекундта толтырып тастады. Ал Эмс болса 1-2 секундта. 1 секунд 200 миллисекунд. Ал енді көп рот кетіреді дегеннен жоқтан. Міне енді Биби 13% кетірді. Ал енді Эмзді көрейік. Эмз қанша пайызын кетіреді. Енді Эмзға қарасақ нормально 300% кетіріп тастады. Нормально. Ал енді ультамен кетіруден міне Бибитікі мәссаған 23% кетіріп тастады. Мәссаған. Енді Эмз бұл жерге ұтылады деп ойлаймын өзім. Деді 4% кетірді. Биби ақырындап қуып жетіп келе жатыр Эмзді. Енді сол тез жүгіруден Биби бұл жерде өзінің жылдамдыққа арналған өзінің пассивкасын сызақ жеңіп кетеді ғой. Сол үшін екінші раунд болмайды, 7-7 қазір. Енді мен өзім қарағанда бұда 30 болады еді. Енді кімнің оғы тезірек барады деген Эмздікі. Өткен мүмкін 0-400 секундта, ал Бибитікі 0-700. Енді ультасының жылдамдығынан. Мен бұл жерде Эмз ғой. Вообще 100 миллисекунд болған жоқ даже. Міне көрдіңіз ба? Енді атакасымен кәдімгі ультасын кетіре ала. Ультасын енді вообще өздеріңіз түсіндіңіздер. Мен өзім әлі түсінбедім. Эмзді. Енді бұл жерде өздеріңіз білесіздер екен Биби итереді. Фрэнктің ультасын істеткізбей қояды. Міне бұдан енді Биби жеңді. Міне енді көп тұрудан. Бұл жерде Биби өзінің гаджетін қолданады. Және оның щиті бар. Ал енді Эмз қазір өзінің пассивкасын қолданады. Міне. Ал Биби не үшін гаджетін қолданбады? Міне саған аралық бақандай 5 секунд. Ал енді брешь түсіндірудан брежней. Биби енді 3 секундта да бітімені. Мен Бибимен көп ойнаймын. Сондықтан мен оның бүкіл тактикаларын білем ғой. Енді Эмз 1-600 секундта нормально.
меніңше осы бойда меніңше осы Биби жеңеді деп ойлаймын. Өйткені мен өзіме осы Биби ұнайды кәдімгі қатты. Енді 8 сындырудан енді кәдімгі атакасымен бұл. Ал енді Эмс. Енді көреміз. Ол мәселен 3.900, ал Бибиде 3.600. Көрдіңіздер ма? Кәдімгі миллисекундтардың өзі маңызды ғой. Бұл каналда әрдайым сөйтеді. Енді ультасымен меніңше осы Биби жеңеді. Міне саған 2 секунд. Ал енді қазір Эмсті көреміз. Эмс 3.800. Міне енді ең көп урон кетіруден бірақтағы ең көп урон мәселен 16.380. Енді тұрақтым Эмстікі ең көп уроны 12.000. Бұл жерде Биби жеңді. Енді ортасының ең көп уроны. Ортасының көп урон. Ең көп урон кетіру 25.200 нормалын. Енді Эмздің ортасының көп кетіруі не? Енді көреміз 28.000. Мен таңғалып тұрмын. Енді бүкіл роботтарды сындыру, енді өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар бұны Биби жеңетінін. Өйткені Бибидікі сплэш уроны және оның уроны кішкентай роботтардың хпсынан көбірек, сондықтан бір удардан өлтіреді әрқайсысын. Және ол широкий болады, кәдімгі кең болады да атакасы. Содан не енді 2 секунд 2-3 секунд істесе Эмс 4-3 секундта. Ал енді ортасын қолдануға болады. Енді Биби жеңді 2-7 секунд. Мен өзім жеңді деп ойлаймын осы жерді. Өйткені Эмс атакасында қолданып отыр. Ал Биби болса тек қана. Енді Биби жеңді. Енді бұда мен білем. Менше Биби ұтылады сияқты өзім сөйтіп ойлаймын. Міне Биби 11% кетірді. Башняның осы ататын. Енді Эмс көрейік. Енді Эмс 19% кетіріп тастады. Енді білген мен өзімде. Енді менше ультадан осы жол жолып. Эмс немесе Биби мен өзім білмей тұрмын осыны. 18% кетірді. Нормаль. Ал енді Эмстікі. Эмс 20% кетірді. Енді 14-14. Енді асадан роботын сындыру деген. Өзінің сейфін қорғау. Енді кетті міне Биби. Биби енді ақындап жеңіп отыр. 100% перфект дейді. Ал енді Эмс. Менше осы жол Эмс деген өзінің кішкене пайыздарын кетіреді сияқты бір 3-4 немесе бір 10%-дай бір. Енді супер фанатка Эмспен кәдімгі зомби-би. Екі зомбидің төбелесі. Мен бір 3-4% кетіріп десем 18% кетіріп тастады ғой мынау. Енді ортадан да ештеңе өзгермейді. Биби жеңеді деп ойлаймын мен. Егер байқасаңыздар, бағана Биби бір оғымен қателесіп қалды, тимей қалды. Бір оқ. Енді Биби тағы перфект. Енді Эмсді көрейік. Міне робот шықты. Эмс бір преимуществосы. Ол деген робот деген өзінің басынан шықпай тұрып аталады. Сөйтіп істей алады. Енді Эмс бұл жерде тағы кетіріп алды пайыздарын. 10% кетірді. Енді 16-14. Міне енді соңына жетті. Біздің тобымыз. Міне Эмс ұтылды. Енді өзіміздің Бибиміз жеңді. Және достар, біздің видеомыз аяқталды. Және айтпақшы лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Өйткені менде қазір бір күшті видео сақталып тұр. 15 подписчик болғанда шығарамын. Ол видеода мен біреумен атыстым. Бірақ онымен әрдайым осы бір видеоларды кездесіп деуге болады. Ал енді қош, сау болыңыздар, аман болыңыздар.